Қайырлы күн баршаңызға. Мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, өте нәзік медовый торт дайындаймыз. Бұл медовый торт ешқандай творожный сыр, сливкиді қажет етпейді. Тіпті оқтаусыз дайындалады. Ол үшін алдымен сары маймен және де медті, яғни балды бірге қосып, водяная баня, яғни кастрюльге ыстық суды құйып, үстінен жаңағы массамызды қойып, жақсылап ерітетін боламыз. Араластырып тұрамыз. Осылай еріп келе жатқан кезде бір шай қасық соданы қосып, жақсылап араластырамыз. Сонда осындай масса болады, көпіріп. Одан бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлейтін боламыз. Массамыз осылай екесе көтерілген кезде жаңағы медті, ерітілген медті қосатын боламыз. Енді онды 2-3-ке бөліп отырып, аз-аздан салып миксерлейтін боламыз. Болды, қамырымыз дайын. Енді пергамент қағазын төсеп, осылай қамырды 3-ке бөліп, осылай жазып шығамыз. Лопатканың көмегімен. Менде осында 3 қамыр шықты. Осылай қамырларды пісіріп алдым. Қызыл болғанша жұмсақ болып шығады, қатып қалмайды. Жан-жағын тегістеп кесіп аламыз. Пісірген кезде қарап отырыңыздар, күйдіріп алмаңыздар, және де ортасынан бөлеміз. Енді кремін дайындаймыз. Сарыуызға крахмал мен қантты салып араластырамыз. Содан соң сүт құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді оны асты қалың кастрюльге құйып, жақсылап араластырып тұрамыз. Тоқтамай араластырамыз, себебі асты күйіп кетуі мүмкін, немесе комочек болып қалуы мүмкін. Осындай крем болып қоюланған кезде дереу пештен аламыз. Одан кейін оны бөлек ыдысқа салып, бетін жауып қоямыз. Оны суығанша біз сары май мен сгущенканы миксерлейтін боламыз. Осылай ағарған кезде жаңағы қайнатпалы кремімізді заварной бірге қосатын боламыз суығанда, және де барлығын жақсылап миксерлейміз. Өте дәмді крем дайын болады. Енді тортымызды жинаймыз. Менде 3 үлкен лист болды ғой, соны 2-ге бөлдім ортасынан, яғни 6 қоржық шықты. Менде 6-ауын осылай жинайтын боламыз. Тортымыз осылай дайын болады. Торт өте үлкен болып шығады. Көлемі үлкен болып шығады. 6 қорждан тұрады. Жан-жағын осылай тегістеп шығамыз тағы да кремімізді. Үстіне жаңағы жан-жағын кескен кездегі қалған қамырымызды осылай ұсақтап оқтаудың көмегімен жағамыз. Бұл маған жетпеді. Мен тағы да печеньені алып ездім. Үйде бар печеньені тағы езіп алдым да жан-жағына жағып шықтым. Тортымыз өте нәзік әрі дәмді болып шығады. 2-3 сағат кішкене пропитка қойсаңыздар да болады. Пропиткасы да өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үйдегі бар затпен дайын болады. Мен YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.